жалпы қоғамда дінді адамдар сауатты ұстана алмағанның салдарынан дінге қызықпаған адамдар дін туралы дұрыс емес ой қалыптасады. Неге? Дін ұстанушы адамдар орнымен өзін көрсете алған жоқ. Сосын ол көрсете алмағаны өзге сырттағы адамдар үшін сол дін болып көрінеді. Бұның ғылымы осындай екен ғой, бұның ұстанымы осындай екен ғой деп. Бірақ негізгі шынтуайтында ол дін керісінше оны жоқтап, мансұқтап тұрса да. Сондықтан айттым ғой, бізде идеалды қоғам болып кетіп, бір адам діндар болса, ол 100% тура жолда адасу мүмкін емес деп ешкім айта алмайды. Нәпсісі бар, өзінің еркіндігі бар, еріншектігі бар деген секілді нәрселерді ескере бермейміз да. Ол бір. Екіншіден, жалпы дін кез келген ғылымды қолдайды. Яғни діннің де негізгі шарттары қоғамға, елге, жерге, дінге жалпы бір зия дейді ғой, жаңа бір пайда келетіндей бір жағдай болса, дін бірден қолдай береді. Ол қандай болмасын. Ал егер адамгершілікке, жалпы руханиятқа болсын, діннің негізгі шарттарына қайшы келетін болса, ол кезде дін оны жоққа шығарады, яғни тоқтатады. Сондықтан бұл жерде енді діндар қауымда өзінің жауапкершілігін сезіне білу керек деп ойлаймыз кей кезде. Сырт бастап тек қана әлеуметтік желіде барлық дінсіздер комментарий жаза береді деген емес. Қазір әртүрлі ақпараттар шығып жатыр ғой, діндар деп діндар сымақтардың әрекеттерін жариялап, соған жаңағы дінге деген дұшпандықты туындатып жатқан. Сондықтан бұл жерде біз қорыта келе айтатынымыз, сіз бір құндылыққа, діни сенімге бас тіредіңіз ба, сіз жауапкершілікті сезініңіз. Сіздің көршіңіз, үйіңіз, айналаңыздың барлығы жаңағы не істеп жатыр, сізден отырып, сізді тани отыра, діни жаңағы ақпарат көздерін сізден де деп білуі мүмкін да. Сондықтан не істеу керек? Бұл жерде адам яғни бір сауаттылықпен, жаңағы бір байсалдылықпен кіру керек та, жаңағыдай көз жаңағы соқырлық құмарлықпен кіріп болмайды ол жерде.